Hi, Jan. Ян, қалайсың? Қалай жадайын? Жақсы, Темір, өзің қалайсың? Interesting to know. Маған Австралия жайында білу өте қызықты. Австралия жайында еске алған кезде бірінші бізге ойға түсетін кенгуру. Бізде Австралияда кенгуру өте көп. Әсіресе гольф ойнап жүрсең, айналаңа қарай қалсаң, барлық жерде кенгуру. Кейде олар келіп сенімен бокстасады. I saw some video. Иә, мен бір видео көріп едім, ер адаммен бокстасып жатқанын. And man hit. Ер адам оның ұрып жіберді. Олар артқы құйрығына сүйене отырып, екі аяқпен тебеді. Олар көбінесе бокстасқан кезде бастарын артқа қарай шегіндіреді. Сонымен қатар өзінің басын ұрудан сақтайды, соққыдан. Ол олардың қорғаныс жүйесі, системасы десек те болады. Жарайды. Бізде әртүрлі аңдар бар. Коала бар, вомбат деген бар. Wallaby деп айтады. Оның ешқандай айырмашылығы жоқ. Тек қана айырмашылығы дене бітімінің өлшемінде, олардың өлшемі дене бітімі кішілеу келеді. Қалған жағына барлығы дәл солай. Балдарын өзінің сөмкесінде сақтайды. Жай ғана айырмашылығы олардың дене бітімінің кішілігінде. Ал олардың саны қанша болып жатыр? It's everywhere. Millions. Миллиондаған. Кенгуру бізде өте көп. Мәшине жүргізіп баратсаң, ауылдық жерге кетіп баратсаң, жолдың байында кенгуруды соғып кету қаупі өте жоғары. Әсіресе таңғы және кешкі уақытта. Жолдың бойына жаңбырдың суына жиналған шөптерді жейміз деп тұрған кезде, машинаның жарық шамына көздері шағылысып, тұрып қалады немесе жүгіріп салады. Соның салдарынан соғып кету қаупі өте жоғары. Мен өзім өмірімде 10 рет па соқтым кенгуруды. Өмірімде. Шынымен бе? Оңай соғып кетесің. Машинаға кейде зақым келтіреді. Кабинаға түсіп кетсе қалай болады? Ондай кабинаға түскенде болды. Орталық Австралияда жұмыс істеп жүрген кезімде біреу секіріп, алдыңғы әйнекті сындырып, кабинаға кіріп, алдыма түсті. Оның салмағының аздығы сізге жақсы болған шығар, Құдай сақтап қалды ма деп. Әрине, олар сиыр сияқты ауыр емес, немесе түйе сияқты емес, дегенмен үлкендерде кездеседі. Біраз салмағы бар. Австралияда сіздер кенгуру жейсіздер ме? Шынына келсек, онша жей бермейміз. Супермаркеттерде кенгурудың еттері сатылып тұрады. Бірақ иістері өзгеше иіс бар, сондықтан мен өзім ондай жақсы көрмеймін. Бірақ етінде артық май болмайды. Бізде көбінесе адамдардың алатыны қозы еті, қойдың бір түрі. Немесе сиыр етін жақсы көреді. Қозылар кіші кезінде еттері өте дәмді. Соны көп адам соны жегісі келеді. Бірақ олар өсе келе көп адам оларды тек жүніне бола асырайды. Соны жүнін өңдеп ары қарай пайдаланады. The language in Australia is. Ал Австралиядағы тіл ағылшын тілі ғой, Бізде аборигендер өмір сүреді. Жергілікті байырғы халқы, олар өте көп және диалекттері де өте көп. Шамамен 15 шақты диалект шығар. Жанұя болып өмір сүреді. Аз ғана бөліктен тұрады. Олардың тілдері қай тілге ұқсас? Айта алмаймын. Шындықты айтсам, өте ерекше тілдері. Айтарлықтай емес, олар адам санының 3%-ын ғана құрайды. Көбінесе олар Австралияның орталық жағында, шет жақтарында өмір сүреді. Өзіңіз Англияда туылдыңыз ғой, қателеспесем? Англияда мен 9 айлық кезімде әке-шешеммен Австралияға көшіп келдім. Кемемен келдік. Кім шешті ол жаққа көшіп келу жайында? Мен әкем. Қандай да бір жоба болды ма? Программа немесе халықаралық? 60 жылдары адам көшіру болды. Мен қателеспесем, оның арнайы атауы болды сол кезде. Ол 10 pound pumps деп аталды. Ол Англиядан Австралияға дейін баратын кеменің бағасы. 10 фунт стерлинг. Сондықтан 10 pound pumps деп аталып кетті. Олар ақша беретін бе сонда сізге? Дегендей ақша бермейді, бірақ барған кезде хостел немесе бір бөлме береді, ары қарай жер береді.
Yeah, hostel. сол It's хостелде very popular. жатып, көбінесе қазіргі заманда өте танымал хостел деген. Байырғы заманда содан басталған. Сосын несие береді, немесе басқа да мемлекеттік жеңілдіктер береді Австралияның халық санын көбейту мақсатында. Мысалы, келіншегің сол жерге барып жұмысқа тұрады, медбике болып, өзің басқа да жұмыстар атқарасың. What is the population of Australia now? А қазіргі уақытта Австралияның саны қанша? 25 миллион. Соншалықты үлкен мемлекетке 25 миллион деген аз. Мысалға, Америкада 300 миллион болса, бізде 25 миллион. Қазақстан сияқты екен ғой. Иә, Қазақстан сияқты. Population. Қазақстан жер көлемінен 9-шы орында тұрса, Австралия 7-ші ме, 6-шы ма орындалады. Yeah, nice. Yeah, I think we're the 7th or 6th, so not much difference. Yeah, okay. Бірақ адам саны өте аз. 20 million. А Қазақстанда қанша? 20 миллион. Иә, онда өте ұқсас екен. Бірақ Австралияның ортасында өмір сүру өте қиын. 40-50 градус температура, сондықтан көбінесе адамдар жағалауда орналасқан. Also, Biggest. Иә, 85%-дай жағалауда айналасында орналасқан. The coast. yeah. Австралияда өзіңнің жерің бар ма? Иә, менің жеке өзімнің үйім бар, 890 шаршы метрді құрайды, және кішкене де. Австралияда көптеген жерлер бар, біреуде мысалға 5 акр, 4 акр, 2 акр, мыңдаған акр бар. Қаланың ішінде үйлер кіші, 800-700 шаршы метр сондайды құрайды. Ары қарай ауылдық жерге жақындаған сайын жердің көлемі ұлғая береді. Yeah, you Аң аулау жайында да айтып берсең, өткенде айтып едіңіз ғой. Иә, адамдар кенгуруға, жабайы шошқаға, аңға шығады. Жеуге емес қой, жоқ, шыны келгенде жеуге емес. Кенгурудың етін иттеріне пайдалануы мүмкін, бірақ аборигендер сияқты шынайы найзамен аңға шықпайды. Қойыңызшы, шынымен найзамен шығып жүр ма әлі? Иә, олар мыңдаған жыл бойы найзамен шығады. Әрине қазір кездестіру азайып кетті, бірақ дегенмен әлде де бар. Және олар өлтірген аңын міндетті түрде жеу мақсатында өлтіреді. So most kangaroos Ал қарапайым адамдар, әрине ақ адамдар деп айтып жатыр, жай ғана иттерін тамақтандыру мақсатында, немесе спорт және уақытты қызықты өткізу мақсатында ғана аң аулайды. Жабайы шошқаны әрине оны да жей алмайды, оны да жай ғана спорт үшін өлтіреді де тастайды. Және тағы да бір қызықты аң аулаудың түрі үйрекке аңға шығу, үйрек атады. Ол да Австралияда танымал спорттардың бірі. Қару ұстау заңмен қудаланады. Міндетті түрде сенің лицензияң керек, рұқсат керек. Оның да түрлері бар, автоматты түрі бар. Қазақстанға өте ұқсас. Мысалға, Америка ше, әдейне ақшта қалаған қаруыңды алып ұстай бересің. Австралияда олай емес. Мен жеке басымда қару бар әрине. Мен ондайда бір аңшы емеспін. Керек болып қалар деп жатырмын. Кім білет, сақтық үшін. Бір нәрсе болып қалып жатса, дүние жүзі өзгеріп жатса, өз-өзін қорғау мақсатында үйімде тұр. What is the tradition? How many children do you Сіздердің дәстүрлеріңіз қандай? Жанұяда қанша бала шағаңыз бар? Көбінесе австралиялықтарда. Барлық жердегідей 50-ші, 60-ші, 70-ші жылдары 3-4 бала болатын. Қазір азайып кетіп бара жатыр. 2 бала, 1 балаға азайып бара жатыр. Барлық нәрсе өзгеріп жатыр. Көбінесе барлығы бағаға, ақшаға байланысты сияқты. 40-50 жылдарға барсақ, әрине балдар өте көп болған. Yeah, but I agree with you. Like I said, Мен бір сұрағым, мен өзім жеке басым америкалық, батыстық, англиялық адамдармен сөйлескенімде көбісінің пікірі 1 немесе 2 балаға тоқталады. Олардың ойынша 1 немесе 2 баланың жағдайын толыққанды жасау, ақшамен қамтамасыз ету. Жоқ, мен бір адамға келіспеймін. Менің ойымша 2 бала дұрыс сияқты. Олар әрине бір-бірімен сырлас болады, ойнайды, сондықтан менің жеке ойымша 2 бала болған дұрыс сияқты. Мысалы, бір танысым бар, ода 1 бала бар, әрине оған тағы бір қарындас, апа болғанын қалайды. yeah, one interesting question. Бір қызықты сұрақ қояйын. Қазақстанда қанша уақыт жұмыс істеп жатсыз? 5 жыл. What is the difference? 5 жылда біздің дәстүр мен айырмашылықтарын ажырата аласыз ба? Бір қандай да өзгешеліктер бар ма? Маған сіздердің өте қатты ұнағаны,
ата аналарыңызға қамқорлықпен қарайсыз, тастап кетпейсіздер. Мысалы Австралияда жанұялар жақын, кәдімгідей жақсы араласады жанұяға. Бірақ ата анамыз қартайған кезде біз қарттар үйіне апарамыз. Үлкен қауымдастық қарттар тұратын. Иә, түсіндім мен. Қарттар үйі ғой. Иә. Сирек апарамыз, жоқ, сирек деп айтпай ақ қояйын. Көбінесе ата аналарын сол жаққа апарады. Өйткені менің бірге тұратын әйелім мысалға жақтырмауы мүмкін мен анамды, немесе мен әйелімнің ата анасы тұрғанын қаламаймын. Сондықтан Қазақстан бұл өзгеше. Бұл жақ өте маған ұнайды. Жанұялық құндылықтар бар және өте жақсы. Әрине, рахмет сізге. Бірақ әрине бұны мен сізден ғана естімеймін. Көпшілік батыс елдерінен келген адамдардың барлығы біздің дәстүрімізге таңғалып сүйсіне қарайды. Иә, жалғыз ата-ананы қарау емес, бұл деген біздің дәстүріміз. Әрине, өте жақсы бұл. Батыс елдердің барлығы жеке қараған қарабасын ойлаумен шектелген деп ойлаймын. Сондықтан сонымен мен түсінгенім, мен батыстан ешқандай нәрсе үйренуге болмайды ғой. Жоқ, үйренетін нәрселер бар, әрине, көптеген нәрсе. Бірақ дегенмен өздеріңіздің дәстүрлеріңізді сақтап қалуларыңыз болады. Бұл нақты естігім келгені осы еді. Және соңғы сұрақ. Өзіңіздің хоббиіңіз жөнінде шамалы айтып жібересіз ба? Қандай да бір техника бар ма үйіңізде? Менде 5-6 метрлік қайық бар, гидроцикл бар. Өйткені мен аралда тұрам, айналам барлығы су. Сондықтан жақындардағы аралдарға 20 минуттық уақытта қолайлы баруға. Гольф ойнаймын. Гольф өте популярны, оңтүстік Африкада. Гольф Австралияда да өте танымал. Әсіресе жастар қызыға бастады. Көбінесе оны үлкен адамдар ойнайтын еді, бірақ қазіргі уақытта жастар да қызығушылық танытып жатыр. Бұл байлардың ойыны сияқты ғой. Қымбат болуы мүмкін, бірақ қазір деген клубтардың түрлері бар. Егер сол бір клубқа тіркелсеңіз, ол арзан. Мен өзім кішкентай ғана қалада тұрам, сондықтан гольф клуб оншалықты қымбат емес. Гольф ойнаймын, және саяхаттағанды жақсы көремін. Солай. Рахмет сізге.